Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің әскери оқу орнына оқуға түсу үшін кандидатқа қабылдау. Басты беттен азаматтарға әскери есеп және қауіпсіздік. Әскери қызмет бөлімдерін таңдаңыз. Әскери оқу орындарына түсу үшін кандидаттар қатарына қабылдау қызметін тауып, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Сұрау салу жіберу батырмасын басып, оң нәтижені күтіңіз. Ол үшін мәртебесін жаңарту батырмасын басу қажет. Жауап 10 минуттың ішінде келеді. Бұдан кейін келесі батырмасын басыңыз. Өтініш беруші санатын, білім алатын оқу орнын таңдаңыз және келесі батырмасын басыңыз. Тіркеу мекен-жайын облыс, қала, аудан, көше, үй және пәтер және тұрғылықты мекен-жайды көрсетіңіз. Колледж немесе магистратура құжатын тіркеңіз. Егер жоғары немесе арнайы орта немесе жалпы орта білім туралы құжат шетелдік оқу орнынан берілген болса, оны да тіркеу қажет. Байланыс деректерін көрсетіңіз. Қандай шет тілдерін, Қазақстан халықтарының тілдерін білетініңізді және оларда еркін сөйлей алатыныңызды көрсетіңіз. Еңбек қызметі туралы ақпаратты жүктеу үшін сұрау жіберіңіз. Шетелге шыққаныңыз туралы, әскери техникалық мектепте оқығаныңыз, кандидат ретінде сайлауға қатысқаныңыз туралы мәліметті көрсетіңіз. Сұрақтарға жауап беріп, өз қолыңызбен жазылған және Word форматындағы өмірбаянды тіркеңіз. Қосымша құжаттарды тіркеңіз және келесі батырмасын басыңыз. Номері 75 нысандағы медициналық анықтаманың электрондық көшірмесін жүктеу үшін сұрау жіберіңіз. Соңғы қызмет немесе оқу орнынан сипаттаманың электрондық көшірмесін, әскери билеттің көшірмесін тіркеңіз және сұрауға қол қою батырмасын басыңыз. Өтінішті қол қоюдың қолжетімді тәсілдерінің бірімен растаңыз. Қызмет нәтижесі пайдаланушының жеке кабинетінде қызметтерді алу тарихы бөлімінде қолжетімді болады.